Киелі кітап ғасырлар бойы өзгертілді деп ойлайсың ба? Ал өлі теңіз қолжазбалары бұл пікірді жоққа шығарады. Куба киелі кітап өзгертілген, ол бұрмаланған деп сенеді. Яһудилердің арасында Ессей деген діни қауым киелі кітапты өз қолдарымен көшіріп жазумен айналысқан. Біздің заманымыздың 66-67 жылдарында Рим империясына қарсы бірінші яһуди көтерілісі болды. Бірақ олар Рим әскерлеріне төтеп бере алмағандықтан, киелі кітап қолжазбаларын сақтап қалу мақсатында оларды балшық құмыраларға салып, өлі теңіз жағасындағы құмыран жартастарына тығып қойған. 1946 жылы бақташы бедуин жоғалған ешкісін осы жартастарда іздеп жүргенде бұл қолжазбаларды тауып алған. Бұл қолжазбалар зерттеушілердің қолына түскенде, олар бұл киелі кітаптың қолжазбалары екенін түсінді. Және сол қолжазбаларды қазіргі киелі кітаппен салыстырғанда, қазіргі нұсқа бастапқы түпнұсқасымен бірдей болып шыққандығы белгілі болды. Сондықтан да осы дәлел арқылы біз киелі кітаптың өзгертілмегенін және оған сенуге болатынына көз жеткізе аламыз.